Қатты қиналғанда қандай дұға айту керек? Әбу Умәмә атты сахаба қарызға белшеден батып, мешітте мұңайып отырған еді. Пайғамбарымыз оған жақындап, неге намаздан тыс уақытта мешіттесің деп сұрады. Ол, қарызым көп, уайымым ауыр деді. Сонда пайғамбарымыз оған бір ерекше дұға үйретті. Аллахумма, инни аузу бика минал хамми вал хазани, вал аззи вал касали, вал жубни вал бухли, ва галабати дайни ва қахри рижали. Мағынасы: уа Аллам, мені уайым мен қайғыдан, әлсіздік пен жалқаулықтан, қорқақтық пен сараңдықтан, қарызға белшеден батудан және адамдардың зорлығынан сақта. Әбу Умәмә бұл дұғаны таңертең кешке үзбей оқып жүрді де, Алланың